Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сковородкада дайындалатын ерекше торттың рецептімен бөліспекпін. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Дәмді әрі ерекше тортымызды әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін достар, бізге құрғақ ыдысқа 200 грамм ұн және 1 шай қасық қопсытқыш және 200 грамм қант, 1 ас қасық какаоны салып, жақсылап араластырамыз. Осы араласқан қоспамызға 2 жұмыртқаны саламыз. Бөлме температурасында жылып тұрған 250 мл сүтті құямыз және қатты қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Осы қоспаларымыз жақсы араласып болғаннан кейін 2 ас қасық көлемінде сұйық майды құйып, жақсы масса шыққанша жақсылап араластырамыз. Достар, біздің жасап жатқан тортымыздың массасы міне осындай сұйықтықта болуы керек. Қатты қызып тұрған тапаға май жақпай, осылай бір шөміштен құйып, екі жағын кезектестіре отырып, корждарымызды пісіріп аламыз. Бірнеше корж шығады. Мен жасаған массадан 15-тей корж шықты. Сіздер де осылай бір шөміштен құя отырып пісіріп алыңыздар. Достар, мен жасап жатқан торттың көлемі 10 диаметр. Сіздер одан үлкендеу қылып жасағыларыңыз келсе, көбірек құюға болады. Достар, мінекей біздің тортымыздың корждары да дайын. Келесі кезекте крем дайындауға кірісеміз. Осындай творожный сырды аз ғана миксерлеп аламыз. 100 граммдай қант ұнтағын салып, тағы да миксерлейміз. Осы массамызға 300 мл-дей клейгей құйып, тағы да жақсылап крем болғанша миксерлейміз. Миксерлеу уақыты 3-5 минутта алады. Торт жинақтайтын ыдысымызға аз ғана кремді салып, тортымызды жинақтаймыз. Сіздерде мұндай кольцо болмаса, өздеріңіз кәдімгідей жинай беруге болады. Достар, видеода көргендей етіп, осылай барлық корждарымызды жинап шығамыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады және өте керемет және тез дайындалады. Басқа торттармен салыстырғанда көп уақытты алмайды. Торттың корждарын жинап болғаннан кейін 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қойған дұрыс. Тоңазытқыштан алғаннан кейін артылған кремді сыртына жағып шығамыз. Достар, клейгейлі кремнің орнына сметана мен сгущенканы қолдансаңыздар болады. Екеуін жай ғана қасықпен араластыра отырып, осылай торттың арасына жағып шығасыздар. Достар, қараңыздаршы, міне аз ғана уақыттың ішінде біздің тортымыз да дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ сіздерде торт дәмді, керемет болып шығады. Достар, келесіде сіздермен қандай рецептпен бөліскенімді қалайсыздар? Комментарий бөліміне жазып кетулеріңізді сұраймын. Сіздерге осы рецепт ұнаса, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазір торттың дәмін көретін боламын. Өте дәмді, керемет.